Отбасы банкі ұсынған Арманға жол бағдарламасы. Сәлем достар, сіздермен бірге Отбасы банкінің ипотека академиясы. Сонымен кеттік. Қаржылық тәртіп бұл тұрақтылық пен болашаққа деген сенімділіктің негізі. Ұзақ мерзімді мақсаттарға, соның ішінде баспана алуға ұмтылған қазақстандықтар үшін тұрақты жинақтар шешуші рөл атқарады. Отбасы банк азаматтарға өз қаржыларын ұйымдастырып, қаражат жинауға көмектесу үшін тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін енгізді. Тұрақты жинақтар тек қаржылық қауіпсіздік қорын құруға ғана емес, сонымен қатар Отбасы банкінде ақша жинақтау арқылы тұрғын үй займына төмен пайыздық мөлшерлемені қамтамасыз етеді. Жинақтық салымды ашқан кезде ең қиын нәрсе жеке бюджетті жүргізіп, тұрақты түрде ақша жинақтау әдетін қалыптастыру. Бұл мәселені шешудің бір жолы жалақы алған күні бухгалтериядан Отбасы банк депозитіне ақшаны автоматты түрде аудару. Бірақ кәсіпорындар бухгалтерін автотөлемдерді орнатуға және әріптестер арасында осы функцияны ілгерілетуге қалай ынталандыруға болады? Ал пайдаланы жағындымен біріктірсе қалай болады? Бухгалтерлердің жұмысы мұқият назарды қажет етеді және көп уақыт алады. Үнемі есеп беру және мерзімдер жағдайында бухгалтерлерге негізгі міндеттерінен алшақтамай қосымша табыс табу қиын. Қалайша мансаптық міндеттерді нақты қосымша табыс алу мүмкіндіктерімен біріктіруге болады? Отбасы банкі бұл мәселені шешудің қызықты жолын ұсынады. Ол Арманға жол бағдарламасы. Арманға жол бағдарламасы аясында кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметкерлері жалақыдан Отбасы банкі депозитіне қаражатты автоматты түрде аудару арқылы ақша жинай алады. Бұл қаржылық тәртіп қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл бастама қызметкерлерге қаржылық мақсаттарын ұмытпай, жинақтарын тұрақты түрде толықтыруға көмектеседі. Бағдарламаға қатысатын бухгалтерлер үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады. Олар банктың серіктесіне айналып, өңделген әрбір төлем үшін 1000 теңге көлемінде сыйақы ала алады. Бағдарламаға қатысу үлкен күшті талап етпейді. Депозитті ең аз толтыру сомасы бар болғаны 5000 теңге. Арманға жол бағдарламасының артықшылықтары. Бағдарламаның негізгі артықшылығы оның қарапайымдылығы мен ыңғайлылығында. Қызметкер бухгалтерияға жүгініп автоматты аударым жасау туралы өтініш береді және жинақтау процесі жалақы аударылған күннен бастап басталады. Бұл артық күш салмай-ақ тұрақты жинақтарды қамтамасыз етудің ең оңай жолдарының бірі. Бүгінгі таңда 1500-ден астам қазақстандық ұйымдардың 13 мыңнан астам қызметкері жалақы күнде автоматты түрде аударым жасау мүмкіндігін пайдаланады. Бұл азаматтардың қаржылық тәртіпке және жинақтауға деген қызығушылықтарының артып келе жатқанын көрсетеді. Бағдарламаға қалай қатысуға болады? Банктың бухгалтерімен серіктестігі 5 қарапайым қадаммен жүзеге асады. Банк ұйым қызметкеріне кеңес беріп, оған депозит ашады. Содан кейін банк Отбасы банкінде депозиті бар қызметкерлері бар ұйымның бухгалтерімен ынтымақтастық туралы келісім жасайды. Бухгалтер серіктес ұйым қызметкерімен ұзақ мерзімді тапсырма жасасады. Кейін бухгалтер Отбасы банкіндегі қызметкерлердің депозитіне тұрақты аударымдар жасайды. Банк бухгалтер әріптеске серіктестік үшін ресми сыйақы аударады. Осылайша бағдарламаға қатысушылар жинақтарын өз бетінше қадағалау туралы алаңдамайды. Банк бұл жұмысты өз мойнына алады. Бағдарламаға қатысатын бухгалтерлер өз әріптестеріне көмектесіп қана қоймай, қосымша табыс таба алады. Әрбір ұзақ мерзімді тапсырма үшін олар 1000 теңге табыс табады. Ал бұл компания ауқымында айтарлықтай сомаға айналуы мүмкін. Мысалы, егер 100 қызметкер банкке депозит ашып, ұзақ мерзімді келісімдер жасаса, бухгалтер серіктес айына 100 000 теңгеге дейін табыс таба алады. Қазіргі таңда бағдарламаға 3000-ға жуық бухгалтер серіктес қатысады. Олар өздері табыс таба отырып, өз әріптестерінің қаржылық әл-ауқатына үлес қосуда. Қорытынды. Отбасы банкінің Арманға жол бағдарламасы өз кәсіби қызметі шеңберінде табысын арттырғысы келетіндер үшін тамаша шешім. Бұл бағдарлама жинақ мәдениетін қалыптастыруға ықпал етіп қана қоймай, бухгалтерлерге тұрақты қосымша табыс табуға мүмкіндік береді. Бүгінгі шығарылымыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған ипотека академиясы. Сау болыңыздар.